Шымкент қаласының орталық мешітінде мұқтаж отбасыларға азық-түлік қорабы үлестірілді. Сауабы мол қайырымды іске жергілікті кәсіпкерлер атсалысуда. Бүгінде шаһарда 30 мыңға жуық мұқтаж отбасы болса, соның 11.500-іне көмек көрсетіліпті. Кәсіпкерлер демеушілігімен орталық мешітте ұйымдастырылған бұндай қайырымдылық шарасы алғаш рет емес. Бір реттік көмек ораза айында қолға алынып, ай соңына дейін жалғасады. Тізімдегі мұқтаж жандардың басым көпшілігі көпбалалы отбасы мен мүмкіндігі шектеулі жандар. Сәуір айының алғашқы 10 күндігінде орталық мешіт ұжымы осындай 11.500 жанұяға азық-түлік үлестіріп үлгеріпті. Ал кезекті рет ұйымдастырылып жатқан қайырымдылық шарасы Шымкенттегі 5 мешітте қолға алынып, 700-ге жуық отбасыға көмек көрсетілді. Мешіт қызметкерінің айтуынша, тізім қалалық әкімдіктен алынған. Сондай-ақ шынайы мұқтаж жандар мешіт жанынан арнайы құрылған зекет қорына өтініш бере алады екен. Қала әкімдігінің берген тізім бойынша беріп жатырмыз. 30 мыңнан астам тізім бар қазір. Соның қазір 10 мыңнан астам айтқандай 11.500-іне бердік. Құдай қаласа Рамазанның соңына дейін осы кісілердің барлығына берсек деген ниетіміз бар, Құдай қаласа. Бүгін қазір 700 адамға береміз, 700 қорабымыз дайын тұр. Құдай қаласа соны 5 нүктеде беріледі. Қалада мұқтаж адамдарға беріп жатырмыз. Өте жағдай төмен, мүмкіндігі шектеулі, көп балалы отбасыларға беріп жатырмыз. Рамазанмен құттықтау, бір сыйлық болсын, бір медеу болсын, қуаныш болсын деген мақсатта беріп жатырмыз. Айта кетсек, үлестірілген бір қорап күріш, қант, макарон, құрма, ұн, тағы басқа сол сияқты қажеттілігі бірінші орындағы тауарлардан тұрады. Бүгінде атаулы көмекті алушылардың бірі Айда Абдуманап берілген азық-түлік біршама жәрдем ретінде үлкен қуаныш дейді. Айтуынша күнкөріс деңгейі төмен болғандықтан мұндай шаралар аз да болса көмек екен. Рахмет, үлкен ораза айын барлық жана Қазақстан халқын ораза айына құттықтаймыз. Оразалар қабыл болсын, ниеттерім асыл болсын. Тіші жақсы ашып көрдік, құрмасы бар екен. Кешке Құдай қаласа құрмасымен ауыз ашамыз, ниеттері қабыл болсын. Нұрқанат Жарылқап, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.